Армысыз оқырман қауым. Нұр-Сұлтан қаласы халықаралық бакалавриат бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің YouTube арнасына қош келдіңіз. Өткен ғасырдың 60 жылдары алғашқы шығармасымен-ақ қазақ әдебиетіндегі жарқ еткен қаламгерлердің бірі Қалихан Ысқақ. Бұл шығарма әлі күнге дейін оқырмандардың ыстық ықыласынан тысқары қалмаған Қоңыр күзетті атты повесі болатын. Бұл шығармада қарапайым халықтан шыққан, анасы қайтыс болғаннан кейін тұл жетіп қалған Қасым атты баланың интернатқа түскен шағы, ол жердегі өмірі баяндалады. Орталық кейіпкер Қасыммен тағдырлас, барар жері, басар тауы жоқ, жасөспірімдердің соғыстан кейінгі жылдардағы интернаттағы өмірі баяндалады. Кез келген адамның басында жастық шақта болатын алғашқы махаббат, достық, оқуға құмарлық сияқты сезімдер оқырман үшін қызықты баяндалған. Повестегі әрбір оқиға қарапайым, түсінікті әрі шынайы. Қырағы қаламгер мектеп бейнесін шынайы ашуда комедия элементтерін қолданды. Атап өтер болсақ, мектеп директорының есімі Қалыматай болса да, оны маймыр үндеуі. Бұлай ат қойып айдар тағу кейіпкер бейнесін де болмысын да жақсы ашады. Кейіпкерлердің жарық жұлдыз бүкір деп аталулары сөзімізді тағы да дәлелдей кетеді. Ұлы Отан соғысынан кейінгі ауыр жылдар, ата-анасынан айырылған жетімдердің аянышты өмірі оқырманда аяныш сезімін туғызады. Сондай кейіпкерлерге Қасым, Алтын, Қомшабайлар жатады. Шығарманы оқи отырып, кейде қадірін білмейтін заттар мен құбылыстардың құндылығын түсінбеу мүмкін емес. Повесть өзінің оқырманына тағы бір позитивті жағынан ерекше әсер етеді. Ол армандау. Армандау мен армандай алу пайдасы. Арманы биік өскіннің өмірде алар асуы басқалардан биік, еңселі болатыны ешкімге сірмес. Айтпақшы, Қасымды армандауға үйреткен ұстазы Алматай. Осы тұста мұғалімнің оқушы өміріндегі маңызын автор тағы да дәлелдейді. Замандастарым, ұлтымыздың ұлы әдебиетін, ол қыздың бойына сіңіруі басты құндылықтарымыздың бірі екенін ұмытпайық. Қаламгерлерімізде жазар көп болсын, ал біз оқуға жалықпайық достар. Келесі кездескенше күндеріңіз нұрлы болсын.